Сәлем достар, бүгін қайнатпа сорпа жасайтын боламыз. Әркім әрқалай жасайды. Мен бірінші ақсуға етті салып, осылай көбігін алып аламын. Потом керек заттардың бәрін дайындап, бір дана пияз, оны турап аламыз. Тамақтарыңызға қарай, өздеріңіздің көз мөлшерлеріңізге қарай қоссаңыздар болады. Мен чеснок, помидор, сәбіз, укроп қостым. Өздеріңізге байланысты не қосып істесеңіздер де, бірақ менің жасау жолым осылай. Осылай неше түрлі фантазиялармен, ойлармен видео түсірдім. Енді бағалап кетіңіздер, менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. YouTube'дан Ұлжарқын Жарылқасын десеңіздер шығады. Мені қолдап, маған көріп, лайк басып отырыңыздар. Осылай жасауға сіздерге совет беремін. Бір жасап көріңіздер, дәмі зор болады. Сочный шықты. Ішкен де арманда, ішпеген де арманда. Ал бізге ас болсын.